Бұл фильм Лука жазған Хош хабардың 2-ші бабында жазылған уақияға тикарланған. Цезар Август Рим императоры болған уақытта Израилда 400 жыл пайғамбаршылықлар болмай қалды. Көп салықлардан қиналған еврейлер Римнің қол астынан азат болу үшін ибадат қылатұғын еді. Һәм руханилер тез-тезден ескі пайғамбаршылықларды мәжлісханаларда бәлен дауыспенен оқитұғын еді. Халық арасында Құдайдың халқын құтқаратұғын Масих хақында пайғамбаршылықлар көп айтылатұғын еді. Тезірек, қалып қойма! Сәлем! Әжайып күн, солай емес пе? Қалайсың? Қайқа баратырсың? Қасыма келмейсің бе? Эй, Яхуда жеріндегі Бейтлехем, Яхудадағы баслы қалалардан сен еш кем емессің. Өйткені менің халқым Израилді бағатұғын көсем сеннен шығады. Оның нәсілі заман басланған дәуірде басланды. Соның үшін, Хамледар Хаял ұл туғанға дейін, жаратқан ие Израил халқын дұшпанларға тәсілім қылады. Һәм сол туылған ұл тынышлық орнатушысы болады. Миха пайғамбардың сөзлері. Қозым кемшіліксіз, ешқандай дағы жоқ, көрдіңіз бе? Кемшіліксіз. Ауа, ұлыма дағы жоқ. Қозың қабыл етілді. Рахмет. Ұстаз, менің құтқарушы Масих хақында сұрауым бар еді. Мен Тауратты күнде оқып атырман. Шопан білім алмақшы ма? Ауа. Сонда құтқарушы Масих біздерді Римнің қол астынан құтқара ма? Ауа, ол ұлы әскер басы болады. Сеніміңіз кәміл ме? Себебі алдыңғы шаббат күні рухани Езекил пайғамбардың кітабын оқып атыр еді. Бірақ ол ешқандай әскери жетекші туралы. Қандай батылың барды? Кешіресіз, ұстаз. Ол дым көп оқып жіберген. Мына қозыны сіздер алып келдіңіз бе? Мен кемшіліксіз деген едім ғой. Ауа, ол кемшіліксіз. Бұл қозылар хақ адамлар үшін. Кемшіліксіз құрбанлық үшін. Кешірің, ұстаз. Біздерді кешірің. Кешірің. Құтқарушының не үшін еле келмегенін білесіздер ме? Сіздерде адамлардың дақлары себеплі ол келмей атыр. Егер бұл жерге кемшілігі жоқ қозысыз қайтып келсеңіз, бәріңізді базардан қуып шығараман. Қане, жүр, кеттік. Сені ескертіп едік қо. Ақсақ болғаның жетпегенде енді керек де болдың ба? Кешірің. Сені де пәнчеп жүре алмаймыз. Қозыны қайтып орнына апар. Һәм біздерді жолдан ұрма. Ямаса өзіңе басқа жол тауып ал.
келешекте Иорданның арғы жағасындағы теңізге баратығын жолдағы басқа миллетлер жасайтығын Галиланы даңққа бөлейді. Түнекте жүрген бұл халық ұлы нұрды көрді. Терең қараңғылық елінде жасағанлардың үстіне нұр шашылды. Жаратқан ие, сен миллетлерді көбейттің, олардың қуанышын арттырдың. Олар жиын терім уақытында қуанғандай, олжа бөлісіп батырғанда шадланғандай, сенің алдыңда қуанышқа бөленеді. Сен олардың ауыр мойынтырығын, жауырынына тиетұғын жуан таяқты. Бұл жерден шықты. Менің тыңлағым келіп тұр. Бұл жер мұқаддес. Ілтимас, Сен нәпәксең шығып кет. Сауашта киген етіклері, Бұл тез. қанға бұлғанған барлық киімлері жағып жіберіліп отқа жем болады. Себебі біздер үшін бір нәресте туылды. Bir ul inam etildi. Кешіресің, достым. Бұл қалада құдық қай жерде екенін айта аласың ба? Менің қаялым неше сағаттан бері су ішпеді. Құдық қаланың шетінде. Рахмет, туысқан. Тоқтаң. Міне. Жақсылығың үшін рахмет. Қай жерден келатырсыз? Галиладан, Насра қаласынан. Астерек, бұл жердегі адамлар не дейтұғынын білесіз бе? Олар Насрадан жақсы нәрсе шықпайды деп. Олар Насра хақында не дейтұғын білемен. Бірақ қорқпай қойың, ешкімге айтпаймын. Арамызда қалады. Қамқорлығың үшін рахмет. Менің атым Симон. Жолымнан қаш. Біздер кетуіміз керек. Рахмет. Әлсіз қолларға күш беріп, қалтыраған тізелерге қуат берің. Қоян жүреклерге бұлай деңлер. Мәрт болың. Қорқпаң. Құдайыңыз өш алуға, есесін қайтаруға келді. Ол сізлерді құтқарады. Сонда соқырлардың көзлері ашылады. Кереңлердің құлақлары естеді. Ақсақ адам киіктей секіреді. Ал күңелек шадланып бақырады. Ишая пайғамбардың сөзлері. Қане, жүрің. Енді кірет, қолларымды оның шапанына сүртемін. Ол талып қалады. Парисей сондай сықмар болады. Әтте мирас қалдырған уақытында да уасиятнамаға өзінің атын жазып кетеді. Бірақ сонда да көп мирас қалмайды. Құдайға шүкір, ақыр жетіп келдің бе? Сәлем, Симон. Қойларды бақ. Оның еш пайдасы тимейді. Не үшін қасыңа алып жүрсең хайранмын. Ол жақсы бала. Ей, ауқат таяр болды. Құдайға шүкір. Ауқатты Арон таярлады. Демек еш сат жемейтін ұқсаймыз. Ауа! Ауқат мазалы болды. Тап әжем үйреткеніндей қылып пісірдім. Ауқатымды тынышына қойың. Сол үшін атаң кетіп қалыпты ғой. Бұл нешінші мәрте? Алеген нәрсесін алып атыр. Бағана қаял құдықтан кетіп қалмағанда еді. О, жүда көзіл қаял еді. Айтпа, жүда сүйкімлі екен. Енді ауқатымды жесем бола ма? Қасымызда емес. Сенің ыдысың аяқта. Ауа, бүгінгі уақиядан кейін қойлардың қасында ұйықлайсаң. Ендігі рет диққатлы бол. Қасқырлардан абайла. Парисейден де абайла, ол ізіңнен келуі мүмкін. Кеше бір римлі және бір қойымызды тартып алды. Симон, олар және римлілер туралы гәп басылады. Олар сол қойды тап көз алдымда пісірді. Бақтың бар екен, Симон. Маған ұқсап және сол римлілер туралы гәплерден бизар болмайсаң.
Қорықпаңлар. Мен сіздерге әмме адамларды шексіз қуандыратұғын қош хабар жариялаймын. Бүгін Дауыттың қаласында сіздер үшін құтқарушы туылды. Ол иеміз Масих. Оның белгісі мынадай: сіздер ақырда құндақлаулы жатырған нәрестені табасызлар. Аспанда Құдай алғыслансын, жердегі Құдайға ұнайтұғын адамларға тыныштық болсын. Солай етіп, иенің өзі сіздерге белгі береді. Міне, қыз хамледар болып, ұл туады. Оның атын Эммануэль деп қояды. Қандай сүйкімлі. Бұны біреуге айтуымыз керек. Бұны әммеге айтуымыз керек. Ауа, әммеге айтуымыз керек. Әрбір адамға. Рахмет. Ауа, рахмет сізге. Рахмет. Бұл күнді сонша ұзақ күттік. Сонша ұзақ. Оның қолы. Қолы? Ауа, қолы. Қолыңа не қылды? Ешкі, бәрі жақсы. Байлау керек.
Оның атын кім деп қоясыз? Иса. Оның атын Иса деп қоямыз. Мен кеттім. Бұны адамлар білуі керек. Адамлар білуі керек. Адамлар білуі керек. Себебі біздер үшін бір нәресте туылды. Біздер үшін бір ұл інәметілді. Хүкімдарлық оның желкесіне жүкленеді. Оның аты ажайып мәслихатшы, күшлі Құдай, мәңгілік әке, парақатшылық көсемі болады. Оның хүкімдарлығы тынымсыз өсіп, тынышлық шексіз хүкім сүреді. Әзірден баслап мәңгіге адалатлық һәм туырлық пенен патшалықты тасдиқлап бекемлейді. Сен хақ екенсің, баяғыдан бері хақ екенсің. Әй, сен! Саған айттым ғой бұл жерге қайтып келме деп. Қане, қаяқта? Құрбанлық үшін кемшіліксіз қозыны таудың ба?